Сәлем достар, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алдыңғы тақырыптың жалғасы Францияға оқуға қалай баруға болады, нақты практикалық қадамдар беретін боламын. Сондықтан да видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер сіздер үшін бұл тақырып маңызды болса. Ал кеттік. Ең әуелі мен тоқталатыным қазір Erasmus Plus бағдарламасы. Себебі мен өзім Erasmus Plus деген бағдарлама арқылы шетелге оқып келдім. Ең бірінші сіз өзіңіздің универіңізде Erasmus Plus бағдарламасы жұмыс жасай ма, соны біліп алу керексіз. Яғни, ол не деген сөз? Сіздің универіңіз бен Франциядағы универ екеуінің арасында келісімшарт бар ма? Студенттерді жіберуге болатындығы туралы соны анықтап алуыңыз керек. Оны қайдан білуге болады? Оны универіңіздегі заведующий кісілерден сұрасаңыздар болады. Немесе француз тілі мұғалімінен сұрасаңыздар болады. Олар айтып береді сіздерге. Егер сондай Erasmus Plus бағдарламасы бізде бар ма десеңіздер, сол арқылы оқуға бола ма шетелде деп сұрасаңыздар, мұғалімдер. Егер сіздердің универіңіз бен шетелдегі универдің арасында келісім болатын болса, онда сізге үміткер болсаңыз болады. Демек, шетелде оқи аласыз деген сөз. Мінеке екіншісі, то есть екінші этапқа келдік, үміткер болу. Енді үміткер болу үшін универде, мысалы, январ айында, шамамен январда тест жүргізеді. Яғни сіз деген француз тілінен тест тапсырасыз ба, білмеймін, оны универдің өзі шешеді. Мысалы, бізде универімізде тек қана әрбір универ әртүрлі қабылдайды. Мысалы, біреулерде француз тілін өте жақсы білетін студенттер аз болуы мүмкін. Сол себепті мұғалімдер егер де аз болса, өздері 1-2 студентті таңдап, сендер тапсырыңдар деп ұсыныс айтуы мүмкін. Ал егер де француз тілін жақсы білетін студенттер саны көп болса, онда сол студенттер арасынан өздері тест тапсыртқызуы мүмкін. Солай іріктеп үміткерді таңдауы мүмкін. Универдің ішіндегі нені айтып жатырмын, таңдауды. Одан кейін, егер де сіз мысалы тест болатын болса, сіздің универіңізде сол тестті тапсырдыңыз, өттіңіз, демек сіз уже документ жинап бастайсыз. Францияға оқуға тапсыру үшін документ жинайсыз. Қандай документтер керек, енді соған тоқталайын. Францияда оқу үшін қажетті құжаттар. Ең бірінші ол CV. CV дегеніміз бұл резюме. Өзіңіз туралы анкета десек те болады. Аты жөніңіз, туылған жылыңыз, қайда оқисыз, мамандығыңыз қандай деген сияқты осындай резюме толтырасыз. Оны қайдан алуға болады? Мен мысалы өзім оны алдыңғы жылғы Erasmus Plus бағдарламасы бойынша тапсырған студенттерден алдым. Солардың үлгісін алдым да, сол бойынша жаздым, толтырдым CV-ді. Екінші бұл мотивационное письмо. La lettre motivation. Бұл сіздің шетелге, именно сол универге не себепті барып оқисыз, сол туралы жазуыңыз. Ең маңызды нәрсе осы жерде айта кететін, оқуға қабылдарда негізі көпшілігін айту бойынша осы CV мен мотивационный письмоға қатты қарайды. Себебі қараңыздар, барлық нелер, басқа құжаттардың барлығы почти что бәріне ортақ бірдей. Ал енді именно мотивационный письмоны әркім өзі жазады. Мақсатыңыз қандай деген сияқты оқудағы сол мемлекетке барып. Негізінден бұл осы мотивационный письмоны жазудың да бір өзінің реттілігі жүйесі болады. Егер қаласаңыздар, сол туралы бөлек видео түсірсем болады, түсіре аламын. Егер қаласаңыздар, сұраныс болатын болса, онда түсірем. Үшінші бұл сертификат. Ағылшын тілінде IELTS болатын болса, француз тілінде бұл DELF экзамені болып табылады. Сіз Францияға барып оқу үшін деңгейіңіз негізінен DELF B2 сертификатын алған болуыңыз керек. Алайда, мен экзамен тапсырған жоқпын. Маған универіндегі ұстазым B2 деген деңгейде сөйлейді деп не жазып берді.
қалай қолдан толтырып берді, яғни компьютермен. Өзімізде универде солай бізде 2 студент тапсырдық. Екеумізге де сондай сертификат мұғалімнің, ол как бы рекомендациясы сияқты кетті да мұғалімнің. Вот, келесі төртінші бұл паспорт. Паспорт, яғни шетелге шығатын загранпаспорт, оны алдын ала дайындатасыз, примерно 1-2 ай бұрын. Одан кейін 5-ші виза. Виза ол бірақ универге уже оқуға түскеніңіз белгілі болса, сізге почтаңызға хат келеді, құттықтаймыз, сіз оқуға түстіңіз деп, сол кезде барып виза жасататын орталыққа Алматыдағы жасатасыз, немесе Астанадағы. Келесі бұл ұсыныс хат. Ұсыныс хат дегеніміз, яғни рекомендационное письмо деп аталады. Универіңізде мұғалім болсын, заведующий, зав кафедра болсын, өздері сізді ұсынып, осы неге именно сізді ұсынып атқаны туралы хат жазып беру керек оларға. Себебі осылай деп. Жаңа бұл жерде айтып кетейінші, мысалы сертификат Delft B2 бар ғой, бізге жазып берді деп айттым ғой. Ол негізіне бөлек, сертификатты бөлек, бізге кәдімгідей сертификат деп жазып берді мұғалім. Бізде себебі уже Delft тапсыру үшін негізінен біраз уақыт алады, ол 1-2 ай ма шамамен, білмеймін нақты. Сондықтан бізде уақыт тығыз болды да, тезірек документтерімізді жіберу керек болдық. Сол үшін мұғаліміміз бізге B2-нің уровеньдағы жаңадай сөйлеу болсын, жаңа жазу болсын, тыңдау деген сияқты. Тыңдағанда түсінеді деген сияқты бар ғой, өзінің әрбір тілдің деңгейінде білесіздер, пункттар болады, мысалы тыңдау осындай деген сияқты. Мына тақырыптарды жақсы меңгерді дегенде. Соның барлығын жазып берді өзі. Ал ұсыныс хат деген ол бөлек. Ұсыныс хат сізді рекомендовать етеді. Именно студенттер мысалы көп қой, неге именно сізді таңдады, сол туралы айтып, өздері хат жазады. Келесі, көп келген сұрақтарға жауап бере кетейін. IELTS керек пе? Ең бірінші сұрақ. Жоқ, IELTS керек емес. Егер сіз Францияға мамандығыңыз, егер де осы филология болатын болса, мысалы біздің мамандығымыз филология деген мамандықта оқыдық Францияда. Бізге IELTS керек болмады, себебі оқудың барлығы француз тілінде болды. Ағылшын тілі бір ғана сабақ болды, ол кәдімгідей ағылшын тілі ретінде оқыдық та ол сабақта. Ал негізінен сабақтардың барлығы француз тілінде өтті. Келесі, қандай дәрежеде тіл білу керек? Жаңа айттым, B2 болу керек. Негізінде, егер сіздің сертификатыңыз болса, B2 Delft тапсыратын болсаңыз, онда вообще керемет, супер болады просто. Сіз онда шынымен де, егер де қаласаңыз, Delftқа тапсыруды қаласаңыз, қазірден бастап дайындала беріңіз. Себебі дайындықты қалай бастау керек, неден бастайым деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Just simple. Осы универде оқып жатырсыз ба? Универдің кітабын алыңыз да, сонымен бастаңыз. Қолыңызда қандай материал бар, сонымен бастай беріңіз. Главное, что бастау. Просто так жүре бермеңіз, уақыт өтіп кетеді. И так та өтіп жатыр уақыт деген. Ертең бастайым деп жүргенде, просто каждый день егер де откладывать ете беретін болсаңыз, ертең деп, онда әлбетте нәтижеде ешқандай болмайды. Сондықтан қолға алыңыз, дәл қазірден бастап. Библиотекаға барыңыз, қандай кітаптар бар француз тілінен сұраңыз. Егер де сонда бар болса, қолға бермейтін болса, мысалы бізде бермейтін болды универімізде қолға. Себебі жоғарда ол тек қана читальный залда тұратын кітаптар француз тілінен. Вообще кітаптар тапшы төменде берілмейді ол қолға. Сондықтан ничего, читальный залға барып, кәдімгідей 3-4 сағат уақытымды кетіріп, сонда отырып дайындалдым француз тілінен. Нәтижеде жаман болмады. Келесі, ол жақтың ақшасы Қазақстанмен салыстырғанда қанша? Қараңыздар, қазір курс, евроның курсы қанша болатыр? 506 ма, сондай шамамен. Интернеттен нақтырақ қарап аларсыздар.
Біздің кезімізде осыдан 3-4 жыл бұрын 400 болатын, 3 жыл бұрын 400 болатын, сонда получается 850 евро біз стипендия алдық ай сайын. Ол дегеніміз 300 мыңнан көп болды. Ал енді қазір есептей беріңіз, егер курс 500 болса, онда қанша екенін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, онда лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Негізінен сіздер егер көбірек лайк қойып, комментарий жазсаңыздар, онда бұл видеоның көп адамға таралуына себеп боласыздар. Яғни былайша айтқанда жақсылықтың таралуына. Қазіргі уақытта байқасаңыздар, көп адамдар бір видео бар ғой, развлекательный андай бір видеолар миллион просмотр жинайды, ал ақпараттық видеолар олар тек қана всего лишь бірдеңе 1000 просмотр жинайды. Демек, адамдардың деңгейін көруге болады содан ақ. Сейчас люди хотят, чтобы их развлекали, они не хотят учиться, дейді. И это правда. Бірақ та десек те біз өмірімізді өзгерту үшін бізге білім қажет, әлбетте. Ал білім оңайлықпен келмейді еш уақытта да. Біз оған либо уақытымызды, либо ақшамызды құртып, либо ақшамызды, яғни беру керекпіз деген сияқты, бір курс алған кезде, немесе энергиямыз кетеді. И это того стоит, сол нәрсеге шығындалуға тұрады. Себебі қараңыз, сіз жатсаңыз да бәрібір де энергияңыз кетеді. Ал егер сіз отырып оқысаңыз, тоже энергия жұмсайсыз. Қалай жасасаңыз да, сіз тамақ ішкен күннің өзінде энергия аласыз, бірақ оны қорытуға тағы да энергия кетеді. Сондықтан да сіз егер қазір студент болсаңыз, сізге шағын бір мотивация ретінде айтып жатырғаным ғой. Уақытыңызды барынша тиімді пайдалануға тырысыңыз. Қазір білем, өте көп, ақпараттар өте көп. Соның ішінде мысалы Инстаграмға кіріп қалсан, тоже сол әлеуметтік желілер, әртүрлі адамның уақытын жегіштер деп аталады олар. Сондықтан да барынша өзіңізді шектеп, немесе шектемесеңіз де болады. Ол қалай? Мысалы сіз Инстаграм егер сізді одан да білімдірек, жақсырақ, байырақ ететін болса, пожалуйста, қолдана беріңіз. Ал егер олай болмаса, онда қалай мен осы Инстаграм арқылы байырақ, табыстырақ, жақсырақ, білімдірек болам деп ойланыңыз да, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сол кезде сол сұрақтың жауабын миыңыз сізге тауып береді. Ми деген бізге не үшін? Әлбетте ойланып, сол үшін да ойланып, өмірімізді барынша бізге жақсы жаққа өзгертуге Алла Тағала бар мүмкіндікті беріп қойған. Сондықтан соны пайдаланайық. И к тому же осындай бағдарламалар бар. Тем более, егер сіздің универіңізде осы Erasmus Plus деген бағдарлама болатын болса, онда тем более сіз просто счастливчик. Да, жолыңыз болды деген сөз да. Соны барынша пайдаланып қалыңыз. Егер де француз тілін үйренгіңіз келсе, менде курстар бар, соған жазылсаңыздар болады. Теория плюс практика жасауға тырысамыз. Телеграмда өтеді сабақтар, ал зумнан былай практикалық сабақтар өтуге мүмкіндік бар. Және қолжетімді бағада. Назарларыңызға көп